Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Мақсаты болашаққа саяхат бөлімі бойынша алған білімдеріңді бекіту. Сегодня у нас урок повторения по разделу «Путешествие в будущее». Сендер сағат неше болғанын айта аласыңдар. Олай болса, сағат тілі бойынша уақыттың неше болғанын айтыңдар. Скажите, какое время показано на этих часах. Жарайсыңдар, балалар, өздеріңді тексеріңдер. Алдағы берілген сөздерден сөз тіркестерін құрап жазыңдар. Составьте словосочетание с данными словами. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада адасқан сөздерді орнына қойып сөйлем құраңдар. Вы уже знаете порядок слов предложения. Составьте правильное предложение. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Алдарыңыздағы берілген сөздерге мәндес сөздерді табыңдар. Найдите синонимы следующих слов. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі мәтінді оқып, есепті шығарыңдар. А теперь прочтите следующий текст и решите задачу. Сұңғаттың үлкен әжесі 88 жаста, ал оның кіші әжесі одан 28 жас кіші. Бірақ Сұңғаттың анасынан 35 жас үлкен. Сұңғаттың кіші әжесі мен анасы неше жаста? Оқушылар, дұрыс жауап берді деген ойдамын. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Берілген сөздердің мағынасын өз сөздермен түсіндіріңдер. Объясните своими словами значение этих слов. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі сұрақтарға жауап жазыңдар. Ұзақ жасаудың сыры неде? Табиғат байлығын қалай үнемдеуге болады? Музейде қандай заттар болады? Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Өткен сабақта өтірік өлеңді шығарып үйреніңдер. Бос орынға сөздер ойлап тауып, өлеңді құраңдар. На прошлом уроке вы научились сочинять небылицы. Составьте, находя пропущенные слова. Өте тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Бүгінгі сабақта болашаққа саяхат бөлімі бойынша алған білімдеріңді бекіттіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. 5-ші сыныпта кездескенше қош сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.